Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle TV арнасы. Бүгін сіздерге Обещанный Неверленд атты жапондық фильмге қысқаша шолу жасайтын боламын. Фильм 2045 жылы Грейсфит атты балалар үйінен бастау алады. Бұл үйде шамамен 40 шақты бала бар. Балалардың өмірі өте керемет. Олар үстіне ақ түсті киім киіп, дәмді тамақтанып және үйдің ауласында ойнайды. Балалардың барлығы бақытты. Оларға Изабелла есімді әйел қарайды. Барлығы оны мама деп атайды. Балалар бір әулеттен болмаса да бір-бірін өте қатты жақсы көреді. Балалардың барлығы қалаған нәрсесін жасай алады, далаға да шығып ойнай алады. Бірақ бір ғана шартпен, олар үйдің ауласынан алыс шығуға болмайды. Фильмдегі басты кейіпкер Норма, Эмма және Рэй. Үшеуі балалардың арасындағы ең үлкені және ең ақылдысы. Балалар туылғалы қоршаудың ішінде, олар сырт жақта не болып жатырғанын білмейді. Грейфилдте балаларды 16 жастан бастап асырап алады. Кейбіреулерін ерте асырап алып та жатады. Бүгін балалардың арасынан Конни есімді кішкентай қызды асырап алуда. Олар Коннимен қоштасуда. Кішкентай Конни Изабелламен басқа жаққа кете береді. Кешке Эмма мен Норман келесі жылы бізде кетеміз. Арғы жақта қандай өмір күтіп тұр екен деп ойлайды. Асырап алған балалардың барлығы бізге хат жазамыз деп уәде берген еді, бірақ ешқайсысы хат келмеді дейді. Эмма ол жақтағы өмір қызық болғасын бізді ұмытып кеткен шығар дейді. Кейін екеуі біз бір-бірімізді ұмытпаймыз деп уәде береді. Эмма мен Норман Коннидің ойыншығын табады. Олар ойыншықты қайтару үшін екеуі Изабелла жүрген жолмен жүріп жерге келеді. Негізі балаларға түнде жүруге болмайды. Эмма фургонның артына қараса, Коннидің мәйіті жатыр екен. Екеуі шок болады. Балалар біреудің жүргенін естіп, көліктің астына тығылады. Олардың жарына екі дәу құбыжық келеді. Біріншісі құбыжық балалардың еті қандай дәмді болады дейді. Екіншісі бұл ферманың балаларының еті сондай сапалы және балалар арнайы бай құбыжықтар үшін өсіріледі дейді. Осы сәтте Норма мен Эмма бұл жер балаларды мал секілді өсіретін жер екенін біледі. Балаларды асырап алмайды, құбыжықтарға сатады екен. Қаншалықты ақылды болса, соншалықты дәмді екен. Изабелла құбыжықтарға келіп, менің балаларым ақылды, сабақты жақсы оқиды дейді. Эмма мен Норман машинаның астынан қашып кетеді, бірақ та Коннидің ойыншығын қалдырып кеткен екен. Эмма Коннидің өлгеніне және Изабелланың жаман адам екеніне сене алмайды. Норман болса, біз бұл жерден қашып құтыламыз, қорықпа дейді. Келесі күні Эмма мен Норман қоршаудың арғы жағында не бар екенін қарауды шешеді, бірақ та алдынан үлкен тас забор шығады. Бір кезде орманнан кішкентай қыз жоғалып кетеді. Изабелла оны балаларға арналған датчиктің көмегімен тауып алады. Ол балалардың қайда жүргенін біле алады екен. Эмма мен Норман қоршауға келіп өту үшін арқан жіп әкеледі. Бір кезде оларға Рэй келеді. Екеуі Рейге көргендерін айтып береді. Рэй осы кезде оларға бірден сене кетеді. Және де тек үшеуміз қашайық дейді, қалғандары кедергі болады дейді. Бірақ Эмма балаларды өлімге тастамаймыз дейді. Олар құбыжықтар туралы білу үшін кітапханаға келеді және үкінің ерекше печаты бар кітаптарды тауып алады. Ақылды балалар мөрдің құпиясын ашты. Сөйтсе кітаптарда ферма, қашу, қауіп деген сөздер бар екен. Барлық кітапты фермаға Минерва атты адам жіберген. Изабелла балаларға Куруна есімді жаңа қызметшіні таныстырады. Жетпегені осы еді, балаларға қашу одан сайын қиындайды. Изабелла Курунаға фургонның астынан ойыншық тауып алғанын және Норман мен Рэй және Эммаға бас-көз бол деп айтады. Балалар қашуды жоспарлауда қатарына адам қосу үшін Дон мен Гилди айтты балаға барлық шындықты айтады. Және олар шпион болуы мүмкін деп оларды тексермек болады. Норман әжетхана мен төсекке екі жіпті тығады. Гильдияға жіпті әжетханада, ал Тонға төсектің астына деп айттым дейді. Рейға келесі күні Тонға төсектің астына деп айттым дейді. Рейға келесі күні төсектің астына жіп жоғалып кетті дейді. Тон шпион болып шықты дейді. Бірақ та Норман Изабелланың шпионы Дон емес сен дейді. Жіптің төсектің астында екенін сенен басқа ешкімге айтпадым дейді. Осы кезде Рэй Изабелланың шпионы екенін мойындайды. Сөйтсе ол ферманың құпиясын баяғыда ашып қойған екен. Ол Изабеллаға мен саған шпион боламын, ал сен мені асырауға бермесін деп айтқан екен. Жіп туралы ол Изабеллаға айтпаған екен. Ол да көптен бері қашуды жоспарлаған екен. Шындықты ашу үшін Эмма мен Норман білсін деп Коннидің ойыншығын әдейі ұрлаған екен. Ол енді Изабеллаға емес балаларға шпион болды. Ал кешкісін Рэй Изабеллаға Норман сені улап өлтірмек деп айтады. Осы сәтте Изабелла Рейға сеніп қалады. Балалар қашуды жоспарлап тұрғанда оларды Куруна көріп қалады. Куруна Изабелладан құтылып фермада бірінші болып басқарғысы келетінін айтады. Егер балалар қашып кететін болса, Изабелланы жазалайды. Сол кезде ферманы мен басқарамын дейді. Кешке балалар қабырғаның ар жағында не барын көру үшін Курунаның бөлмесіне келеді. Мыңдаған жылдар бұрын адамдар мен құбыжықтар соғысқан. Сосын екі жақ соғысуды тоқтатып келісімге келеді. Адамдар мен құбыжықтар жерді екіге бөліп алады. Адамдар және құбыжықтар екіге бөлініп өз жерлерінде өмір сүреді.
түседі. Құбыжықтар қайта-қайта шабуыл жасамау үшін адамдар олардың жеріне көптеп осындай фермалар салып берді. Солай екі жақ тату-тәтті өмір сүруде дейді. Кейін Рэй балалардағы датчикті өшіретін құралды ойлап табады. Оны балалар Фил есімді баланың ойыншығына тығады. Бірақ та Куруна бұл туралы біліп қояды. Ол датчиктерді өшіретін затты тартып алмақ болған кезде Изабелла келіп қалады. Изабелла, сен жұмыстан шықтың дейді. Куруна үйден кетпес бұрын Норманға ерекше қаламды тастап кетеді. Осылай Изабелладан кек алмақ. Куруна жұмыстан шыққанда оны бастығы күтіп алады. Және оған сен Изабелладан ешқашанда асып түсе алмайсың дейді де құбыжықтарға өлтіртеді. Эмма мен Норман қабырғаға кетті, ал Рэй Изабелланы алаңдатып жүр. Бір кезде Изабелла күдіктеніп Рейді қамап тастайды да қашқындарға кетеді. Ол Норман мен Эмманы тауып алады. Эмма қашқысы келеді, бірақ та Изабелла оның аяғын сындырып тастайды. Сосын Норманға сен ертең кетесің, асырап алады, дайындала бер дейді. Үш дос бірігіп Норманды құтқаруға жоспар құруда. Норман сендерсіз ешқайда бармаймын дейді. Бірақ та достары оны қашуға үндірді. Түнде Норман Куруна тастап кеткен қаламды тауып алады. Жаңа да қабырғаға өрмелеп шықты, бірақ та қабырғаны шұңқыр қоршап жатыр екен. Норман қайта қайтып Эмма мен Рейге қабырға туралы бар білгенін айтады және Куруна тастап кеткен қаламды оларға беріп кетеді. Кешке Норман Изабелламен бірге кетеді. Оны бір адам күтіп алады. Норман әлгі адамнан Минерва деген жазушы қайда дейді және ол кісі баяғыда өлгенін айтады. Арада 2 ай өтті. Эмманың аяғы жазылып келеді. 2 ай бойы олардың көңіл-күйі болмады және қашу мүмкін емес деп ойлады. Оған қоса Изабелла оларға қатаң бақылау жасады. Рейдің де балалар үйінен кететін уақыты келді. Ол үйді өртеп, өзін де өртенбекші екенін айтты. Рей үйді өртеп, үстіне өзіне де лақтырады. Эмма Изабелланы шақырады. Мама Рейді өртеніп кетпеу үшін өрттен сөндіреді. Сол кезде ол үйде жалғыз қалғанын түсінеді. Сөйтсе бұл Изабелланы алдау мақсатында жасалған еді. Балалар қашып кетеді. Олар жүгіре алмайтын кішкентай балаларды тастап, біз кейін ораламыз дейді. Норман өткенде қабырғаның үстінде жүргенде жіпті лақтыруға болатын ағашты байқаған екен. Оны бұрын достарына айтып кеткен екен. Қашқындар арға ағашты жіппен байлайды. Эмма барлығын өткізіп, соңында қашуды шешеді. Эмманың кезегі келгенде оған Изабелла келеді. Ол оған, мен де осы фермада өсіп, осы жерге қашуды жоспарладым, бірақ та қабырғаның аржағында өлетінімді біліп кері қайттым. Сендер де ол жаққа оған, сен кететін болсаң, жіпті үзіп жіберемін дейді. Ал Эмма болса барлық күштерің үшін рахмет деп достарына барады. Әйел қызды өлімге қимады. Орманда Рей балаларға Норман тастап кеткен қаламды көрсетеді. Қаламның жарығы үкіге айналып балаларды ертеді. Изабелла үйге келіп балалардан кешірім сұрайды. Соңында Рей Изабелланың баласы екенін білеміз. Оны Рей білмесе керек. Фильм соңында кемпір Изабелланы құбыжыққа өлтіртеді. Балалар өз армандарына жетіп, бостандықты сезінеді. Бүгінгі фильм ұнаса сіздерден қолдау күтеміз. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Және бұл фильмнің аниме түрде бар. Сол жерде балаларға не болғанын көре аласыздар. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер.